Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен құрамына ешқандай қант және ұн қосылмайтын өте пайдалы және дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сұлы жармасы қажет болады. Блендерге салып ұнтақтап аламыз. Орташа көлемдегі 3 алманы ұсақтап тураймыз. Үстіне су құйып блендермен езіп аламыз. Ұнтақтап алған сұлы жармасының үстіне салып жақсылап араластырамыз. Мейізді ыстық сумен жуып аламыз. Бананды видеода көріп тұрғандарыңыздай шанышқымен езіп аламыз. Мейіздерді қағаз салфетканың үстіне жайып, суынан кептіріп сүртіп аламыз. Массаның үстіне жұмыртқаны жарып саламыз. Қопсытқыш және банан саламыз. Мейіздерді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Пирогтың бетіне грек жаңғағын салып, 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Пирогымыз пісті, бетіне мен сахарный пудраны сүйіп шықтым. Құрамында ешқандай ұн және қант жоқ, өте пайдалы пирог. Осындай ПП тағамдарды жасап, дұрыс тамақтанып жүріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.